дрондық қарулар менен бұндай жарылғыштық рокет зымырандық қаруларды тек Қытайдың ғана қазір дәл қазір Ресейге көмектесе алатын бірден бір күш екендігі қазір бүкіл дүние жүзіне белгілі болып тұр. Қытай көмектесе берсін ақ, ол екі бастан анық болсын. Енді Қытайға Америка шүйліге ма, шүйлікпей ма дейтін әңгіме тұр. Америка қаншалық шүйлік алады, шүйліксе. Ал Қытайдың Ресейге беріп отырған, Ресей мақтап отырған Қытайдың дрондарының жаңа жасанды ақыл парасаты, яғни өзі біліп ұшады, өзі біліп барлайды, өзі біліп жаратын жерді жарады, өзі біліп жаңағы электрондық шабуылдар, электрондық адастырулар, электрондық кедергілерге қарамай, яғни мысалы дрон ұшып келе жатыр, бұған қарсы электрондық кедергі болады. Мысалы мынаның интернетіне Wi-Fi қосылып алады, мынаны өз кері айдап жібереді, немесе мынаны жаңа орталық бақылаудан үзіп тастайды. Мына орталық бақылау жүйесінен үзіліп, ең соңында өзі барып қонып қалады, не өзі жарылып кетеді. Немесе бұны басқа бағытқа жарып береді. Немесе бұған электрондық қарсы шабуыл, немесе электрондық кедергі жасап, бұны дөйдалақ адастырып жібереді. Немесе мынаның GPS-ін адастырып жібереді. Мына енді бүкіл жер шарлық координат болғанда, бұған өтірік координат жіберіп, бұл қаңғып айдалаға, дөйдалаға ағыстырып жібереді. Қысқасы, осындай нәрсенің бәріне тойтарыс бере алатын дрон, Ресей мақтаған дрон, ол Қытайдікі. Ал Қытайдың енді ракеталық қарулар менен солтүстік Кореялықтың қолдауы Америка қаншалық деңгейде жазалай алады. Кеше тағы бір анализдерді оқып тыңдап отырғанымызда жасанды ақыл парасат, жаңағы дрондарға керекті жасанды ақыл парасат, ол тағы да Американың технологиясы, Американың жаңағы Artificial Intelligence, AI технологиясы. Ал бұл технологияны күні кеше ғана микрочиптерді және жасанды ақыл парасаттарды жасайтын ең негізгі өзекті технология болатын, яғни жаңа дрондар өзі тәуелсіз ойланады, өзі орталықпен басқарылады, өзі орталықпенен байланысты жаңағы қарсы жақтың электрондық кедергісінің бәріне қарамастан үзе алмай тәуелсіз істей алады деген. Осы нәрсенің бәрінің ең өзекті нәрсесі микрочип, ал микрочипті Америка ғана өндіре алады. Қазір Тайвань, Оңтүстік Корея, Америка осы өндіре алады. Енді Қытайдың дронының, былайша айтқанда Қытай дронды жасағанмен оның ең өзекті жерін Америкадан алады. Ең өзекті жерін өзі өндіре алмайды. Ендеше Америка не микрочипті Қытайға қарсы баруына тия салмады? Тиді алдың күні. Осы микрочиптерді тию туралы Американың ең атақты медиасына менің сұхбатым жарияланды. Американың микрочип технологиясын, жасанды ақыл парасат технологиясын Қытайға қарсы тиым салуы ештен кеш жақсы деп айтуға болады. Мүлде тимағаннан кештеу болса да тиғаны жақсы. Және осы бетті тану, беттен адамды тану, face recognition, тағы басқа бақылау камералы, Шыңжаңдағы бүкіл үйдегі мынау жылу температурасын өлшеу, үйдің жылуын, телевизор, жаңа интернет қабылдау, телефон, үйдегі спутниктік хабарласу құралы, осының барлығында бүкіл концлагердің бүкіл тұтас барысы түгелімен сол осы жасанды ақыл парасатпен басқарылады. Бұның барлығы Американың чибін қолданады. Ештен кеш болса да Американың бұны тиғаны жақсы деген менің сұхбатым жарияланды. YouTube-те салдық, білесіздер, коммунитиге. Бірақ енді кеше біз тыңдаған жаңалықта Американың осы жасанды ақыл парасат және микрочип технологиясын Қытайға тиым салуы 1 жылға ұзартылған. Яғни 1 жылға дейін Қытайға беріледі. Ал ол 1 жылда ол Қытай алда 100 жылға жететін қылып микрочипті сатып ала ма? Оны ешкім білмейді. Ал осы заңның өзін өстіп өзгертіп отырған кім? Яғни мүдделі топтар. Ол мүдделі топтар кім? Делдалдар. Ол делдалдар кім? Саяси, қаржылық делдалдар. Неге Америка өзінің жауына бұндай технологияны беріп отыр, және оны 1 жылға қарай созып отыр? Неге тиямыз деген заң қабылданды, артынан 1 жылға нетіп отыр? Бұл жерде әңгіме мынау болып тұр ғой. Әңгіме. Яғни Қытайдың оны жасай алмайтынын біліп, бірақ Қытайдың ақшасы керек болып отыр. Ал Қытайдың оны жасап, концлагер салатынын, бүкіл Қытайда орган саудасы, Тибет, ұйғыр қазақтарды қынадай қырғындау, бүкіл халықты бүкіл жүрген тұрысынан
жүріс тұрысынан, тілінен, дауысынан, сөзінен аңду, әлеуметтік желіні аңду, жасанды ақыл парасат арқылы бүкіл тұтас Қытайды үсті ашық түрмеге айналдыру, ол арқылы дрон жасап, дронды Ресейге беру, бүкіл жаңа дүние жүзіндегі соғыс болып жатқан қызу түйіндердің барлығына Қытайдың қару-жарағының баруы жасанды ақыл парасатпен байланысты. Америка білмей тұр ма? Біліп отыр. Енді неге бір жылға созады? Неге? Мына нәрсе жаман болып тұр ғой. Мына нәрсе Америка өз бүкіл дүние жүзінде ең қуатты ақшаны ұстап отырғанменен бәрібір осыған мүдделі топтар болып отыр ғой жаңағы. Сол микрочип өндіретін өндірушілер, анау шексіз магнат байлар, мына дүниені ашса алақанда жұмса жұдырығын ұстайтын, соны зерттейтін, жасанды ақыл парасатты зерттейтін әскери зерттеу орталықтары, мынау сізбен біз пайдаланып отырған көкөліңіз бар, безбігіңіз бар, твиттеріңіз бар. Бұлардың барлығы осы IT салатын зерттейтіндер. Бұлардың барлығына мына нәрсе өте керек болып тұр ғой. Осы нәрсе өте керек болып тұр. Ал оған Украина қырылама, оған Шыңжаңда бүкіл концлагерде жасанды ақыл парасатпен беттен танитын камералар арқылы оларды аңдып үсті ашық түрмеде ұстап отыра ма, оны бүкіл Қазақстанның Алматы астанасы бүкіл ірі қаласында сергек сияқты камера, Қытай өндірген камералар болып бүкіл халықты түрмедегі адамды бақылағандай бақылап отыра ма, кім қайда жүр, қайда тұр, кіммен кім сыбырласты, кіммен кім искесті, оның бәрін телефон, интернет, бүкіл камера арқылы аңдып отыра ма, ол адамдардың адамдық құқы таптала ма. Бұл жасанды ақыл парасат микрочиптерді Назарбаев, Тоқаев пайдаланып қаңтар қырғында адамдарды жаңағы түскен фото видеодан, әлеуметтік желден, телефоннан аңдып тыңдап, оларды үздіксіз қыра түсуге, қырғындай түсуге пайдалана ма. Қытай ол жасанды ақыл парасатты пайдаланып бүкіл дүние жүзіндегі анау қылмыс өршіген жерлерге қару-жарақ сата ма. Ол қызық болмай тұр ғой. Оларға мына нәрсе қызық болып тұр да. Ал Ресей Украинды қырама, ол да қызық емес, қыра берсін. Бұл жердегі мәселе батыстың өзінде қазір қару-жарақ өндірісін ұстап отырған санаулы алпауыттар бар, және олар дара билеуші алпауыттар, олар монопол өндірушілер, оларға ақша керек. Екінші, сол жасанды ақыл парасатты микрочибіңді зерттеп отырған үлкен IT орталықтары. Ол IT орталықтарыңыз міне осы сізбен бізбен тіке қатысты. Қазіргі мына әлеуметтік желіңіздің бәрінде солар жасап отыр. Жаңағы ана ең сұмдық дрондарыңды да, әскери қару-жарағыңды да, ана өзін-өзі ойлап, өзін-өзі анализ жасайтын жасанды ақыл парасатыңды да солар жасап отыр. Сіздің бүкіл безбігіңізді, YouTube Google'ыңызды, бүкіл WhatsApp, сигнал, телеграмыңызды кіммен сөйлестіңіз, кіммен қойдыңыз, олар бақылап отыр. Мейлі сіз қай тілде сөйлеңіз. Мейлі сіз қай тілде, олар бақылап тыңдап отыр. Енді оларға жаңағындай адамдарды қынатай қыратын қаруларды жасау сату, оны басқаратын ақыл парасатты жасау сату, оны бүкіл адамзатқа қарсы қылмысқа пайдаланатын Қытайға бермейтін болып шектеп қойып, қайтадан бір жылға ұзартып қою. Міне әңгіме қайда жатыр. Енді бізге қазақтарға енді кәдімгі анау детектив, шпиондық фильмдердегі сияқты астарлап сөйлесу керек. Балаңызға, досыңызға, өзіңізге, мысалы қыз бен жігіттер, қыз досыңызға, қыздар ұл достарыңызға кәдімгі астарлап тұрып сөйлесесіз. Мен дегенді қой дейсіз, сен дегенді ешкі дейсіз, сүйемін дегенді жаңағы шөп жейік дейсіз ба, қысқасы сөйтіп сөйлесесіз ғой, қысқасы. Қой ешкіні шөп жеуге шақырады деп айтасыз ғой, мысалы, I love you, я люблю тебя дегенді сөйтіп айтасыз ғой. Қой ешкіні шөп жеуге ұсыныс етіп отыр деген сияқты, мысалы. Енді сөйтіп астарлап сөйлеспесеңіз болмады енді. Бүкіл дүние тыңдап отыр. Бүкіл дүние сені жазып, тыңдап, бақылап, ақшасы бар елдер міне қысқасы осыны істеп жатыр. Техника да, технология да бар. Енді екінші бір тақырып қойсайық енді. Екінші бір тақырып қойсайық. Мынау Ши Цзиньпин Қазақстанға баратын болды, ойбай бармайтын болды, ойбай баратын болды. Мен неше күннен бері мына Американың журналистері де, саясаткерлері де миымды ашытып жіберді. Сосын қайсы күні әзілдеп жақсы өтетін бір журналист бар еді. Ши Цзиньпиннің өзінен сұраңдаршы деп, мен қайдан білем атаған нәлет. Ши Цзиньпин маған Қазақстанға баратын маған айтады ғой дейсің бе? Не Тоқай біледі, Ши Цзиньпин біледі.
сөзсек олар айтады, біз Қазақстан әуежайынан анықтағанымыз бойынша Астана әуежайы кәдімгідей жоғарғы деңгейде сақтық шарасына көшкен. Олар өстіп маңызды қонақ келетін кездегі кәдімгідей қауіпсіздік шараларын іске асырып жатыр, сондықтан Ши Цзиньпин келетін сияқты дейді. Оны мен айтамын, олар әртістік істеп, кәдімгі тапсырма берді, сөйтіп Ши Цзиньпин шынайы Қазақстанға баратын сияқты сондай бір жалған жағдай жасап қойыңдар деген шығар десем, ол да мүмкін дейді. Енді бірі жаңағы Ши Цзиньпин Қазақияға барады деген ақпаратты Ресей ақпарат агенттігі таратты, бірақ Қазақстанның ресми сыртқы істері таратпай отыр дейді. Мен айттым, оны мен білмеймін. Ал енді бұл жерде Ши Цзиньпиннің Қазақстанға бару бармауы қаншалық деңгейде маңызды.